Түркістан облысында тұрғындарды баспанамен қамту бағытындағы жүйелі жұмыстар жалғасып келеді. Бұл мәселе облыс әкімі Нұралхан Көшеровтің төрағалығымен өткен жиында кеңінен талқыланды. Басты назарда тұрғын үй кезегін ретке келтіру, дайын пәтерлерді әділ үйлестіру және баспана жалдау ақысына берілетін субсидияның тиімділігін арттыру. Бүгінде облыста 108 мыңнан астам азамат тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұр. Соңғы 5 жылда 8939 азамат жалдамалы баспанамен қамтылған. 2025 жылғы 25 мамырдан бастап тұрғын үй беру мәселесі толықтай отбасы банкке берілді. Осыған байланысты кезектегі азаматтардың деректері қайта түгенделіп жатыр. Бұрын әкімдік кезегінде тұрған 69.119 азаматтың 56.697-сі, яғни 82%-ның деректері түгендеумен өткен. Қазіргі таңда облыстағы 1900 дайын пәтердің 843-і бойынша талдау шарттары әзірленіп, баспаналарды үйлестіру жұмыстары жүргізілуде. 14.235 адам тұрғын үй кезегінде түгендеу нәтижесімен уақытша тоқтатылған. Бұл негізгі соның ішіндегі 153 жетім балалар, 3857 көп балалы отбасылар, 486 мүгедек балалары бар отбасылар, 724 бір және екі топтағы мүгедектері бар адамдар, бір жеңілдетілген бойынша Ұлы Отан соғысы ардагерлері, теңестірілген адамдар, жесірлер 8, басқа да мемлекет аумағында ұрыс қимылдардың ардагерлері, сондай сияқты 8 адам, 9600 белгілі бір санаттарға жатпайтын азаматтар тізімде көрсетілген. Облыс әкімі Нұралхан Көшеров тұрғын үй мәселесі халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер ететін маңызды әлеуметтік бағыт екенін атап өтті. Сондықтан баспананы үйлестіру кезеңінде заң талаптарын қатаң сақтау, кезекте тұрған азаматтарға пәтерлерді әділ әрі уақытылы беру, түгендеу жұмыстарын сапалы аяқтау тапсырылды. Әсіресе баспанаға шын мұқтаж азаматтарды қамтуға басымдық беру керек дейді. Жалпы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласының жұмыстарын тиісті деңгейде атқару керек. Арендалық тұрғын үйде тұратын және жеке тұрғын үй қорын жалға алу арқылы субсидия алатын азаматтарға ай сайын тұрақты түрде мониторинг шараларын жүргізуді тапсырамын. Аудан қаладағы түгендеу жұмыстарын 2 апта ішінде толық аяқтауды тапсырамын. Қазір облыста 2542 отбасы тұрғын үйді жалдау ақысына субсидия алып отыр. Бұл мақсатқа биыл облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. Ал отбасы банк өкілдерінің айтуынша Түркістан облысы тұрғын үй құрылысы мен халықты баспанамен қамту көрсеткіші бойынша республикадағы алдыңғы қатарлы өңірлердің бірі. Облыс тұрғындарын баспанамен қамту жұмыстары алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғаса береді.